Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, жұмсақ, жасалуы өте оңай әрі тез пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Описанияға бар ингредиенттерді жазып қоямын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ыдысымызға еріген сармайды құямыз. Міндетті түрде ыстық емес, еріген сармайды құйып, онан кейін керек мөлшерде қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Онан кейін бізге қажеті 4 жұмыртқамызды саламыз. Бір келкетіп бәрін араластырамыз. Керек мөлшерде ұнымызды өлшеп алып, саламыз, қамыр қопсытқышымызды араластырып жібереміз. Осылайша бір келке етіп қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Ванилин қосамыз. Осылай жақсылап араластырып, осындай масса болу қажет видеодағыдай. Енді ең маңызды этап бұл массамызды 3 бөлікке бөлеміз. Үш бөлікке бөліп алғаннан кейін, егер қоюлау болып жатса, міндетті түрде сүтпен араластырамыз. Өйткені осы массамызды 3 бөлікке бөлгенде біз бірінші бөлігіне 2 қасық какао саламыз. Ол міндетті түрде қоюланады массамыз. Екінші бөлігіне ұнтақталған орех саламыз. Үшінші бөлігіне шоколад саламыз. Осы 3 бөлікке бөлген массамызды дайындап аламыз. Сүт қосып араластырып, жақсылап бір келкетіп араластырып аламыз. Шоколад қосылғанымызды араластырамыз. Оған да сүт қосамыз міндетті түрде, және де орех қосылғанға да сүт қосып араластырып дайындап аламыз. Енді пергамент қағаз төселген формамызға бірінші слойға орехпенен массамыз кетеді. Тегістеп, онан кейін шоколадный массамыз кетеді. Какао қосылған. Бәрін бір тегіс қылып салып шығамыз. Ең жоғарғысына кәдімгі шоколад қосылған масса кетеді. Енді осылай бір келкетіп тегістеп, қасықтың көмегімен қызып тұрған пешке 170 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Неке дайын болды. Енді алып бетіне қантындағын себеміз. Қазір мен сіздерге кесіп көрсетемін. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады бұл пирог. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, сіздердің көңіліңізден шығады деген ойдамын. Лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанар, барлықтарыңызға ас болсын.